Номер 9-шы есеп бізде тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі 15 түбір асты 3. Яғни бізде тең қабырғалы үшбұрыш бар, оның биіктігі 15 түбір асты 3. Осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Егер сіз геометрия сабақтарынан теоремаларды білсеңіз, онда тең қабырғалы үшбұрыш үшін оның биіктігі және іштей сызылған шеңбердің центрі бір түзуде болады. Яғни екінші теорема іштей сызылған шеңбердің радиусы 3-тен 1 көбейтілген осы тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігі. Енді бізде тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігінің мәні берілген 15 түбір асты 3. Яғни 3 пен 15-ті біз қысқартамыз. Бізде 5 қалады. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 5 түбір асты 3. Яғни осындай теореманы білсеңіз, өте оп-оңай осы есепті шығара аласыз.